Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді салаттың рецебін ұсынамын. Салатқа керек заттар: піскен картоп және піскен сәбіз. 4 бұрыштап турап аламыз. Қиярды да 4 бұрыштап тураймыз. Қызыл балықты да 4 бұрыштап тураймыз. Және романа жапырақтары немесе кәдімгі салат жапырақтары да болады. Бірақ романа жапырақтары өте қытырлақ, дәмді болады. Таба алсаңыз осындай қолданып көріңіз. Және майонез қажет. Енді барлық заттарымызды ыдысқа салып шығамыз. Картопты, сәбізді, қиярды, ысталған қызыл балығымызды бір ыдысқа салып, үстіне майонезімізді қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Салатқа тұз, бұрыш, дәмдеуіш қосудың қажеті жоқ. Қызыл балықтың өзінің дәмі салатқа жеткілікті болады. Енді дайын салатымызды үлкендеу тәрелкені алып, видеодағыдай ортасына салып шығамыз. Ал енді романа жапырақтарымызды айтқандай-ақ немесе кәдімгі салат жапырақтарын осылайша қолымызбен үзіп аламыз да, орап шығып, пышақпен майдалап турап шығамыз. Салат жапырақтары неғұрлым қытырлақ болса, соғұрлым салаттарыңыз әдемі болып шығады. Енді туралған салат жапырақтарын тәрелкеге салынған салатымыздың шет-шетіне осылайша салып шығамыз. Салаттың жасалуы өте қарапайым болғанымен дәмі ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді балық бар рецепте міндетті түрде лимон жүреді. Осындай лимонның суын немесе кәдімгі лимонның сығындысын өстіп салат жапырақтардың бетіне ғана сеуіп шығамыз. Рецепт ұнаса, лүпіл басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Рахатай.